Жексенбиев Нұрғали Қазбекұлы, жасым 38-де. Мен Жамбыл облысы қаржы полициясында жұмыс істедім, капитан болып. Сонда өзіміздің жұмыс орнында да өнер көрсетіп жүрдім. Өнер жолы одан жоғары болды. Сол себептен өз еркіммен арыз жазып өнер жолына кеттім. Қазақстан дауысына келген қатысушыларды бәрін байқап қарап жүрміз көзбен, бірақ соның ішіндегі мен қасымда тұрған солардың ішінде ең ақсақалы келіп тұр. Үлкен. Нұреке, өнердесіз бе? Өнердемін. 4 тәлімгер, біраз өзіңмен құрдассың, біразы кіші деген сияқты. Қайсысымен жұмыс істеген саған ыңғайлы болады? Таңдағаным неде барынбай. Сол кісімен жұмыс істеген маған ыңғайлы болады сияқты, өйткені ол менің үлкен ғой. Ақылымдай болды. Әттеген-ай бұрын осындай жобалар болғанда, сол кезде мүмкін мен қатысып, қазіргі осы мынау төрде отырған азаматтардың қатарында жүріп, сондай керемет өнер иесі болады едім деген бір қызғаныш, сондай бір сезім пайда. Бірақ ештен кеш жақсы дейді ғой. Қазір сахнаға шығамын, кішкене толқуы бар. Тәлімгердің ішінде бұрылсын, бұрылмасын, бірақ сонда да өзімнің өнерімді бүкіл Қазақстан халқына паш еткім келеді. Аспандағы айма дедім, жастық шағым қайда менің, жүрегімді елжіреткен жаным қандай айдап едім. Нұрикамал, камалым-ай, күнде ашық жанарыңа. Жаутаңдадым қабағыңай қарағым-ай. Камалым-ай, күнде ашық жанарыңай. Қолың жетпей, сөзіңді өтпей, жаутаңдадым қабағыңай қарағым. Таңдадым қабағыңай қарағым. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Ой, бағыңыз қандай тамаша, өте қуаныштымыз. Таныс болайық, аты жөніңіз? Есімім Нұрғали, Жексенбиев, Жамбыл облысы Шу ауданынан келдім. Өзім ойлағам, осы Майдана қарындасым бұрылады деп. Өйткені бұл ән Нұрикамал деген керемет, әдемі келіншекке арналған ән. Бірақ сіздердің бұрылмайтындарыңызды мен білдім. Жоқ, мен ең бастысы мен сізді құттықтаймын. Рахмет. Жобадасыз, бірге күресу керек. Нағыз керемет қарындасыңызға мықты, қорған, оқ қағар болатындай азамат келді. Құтты болсын, Мәдина. Басым дейміз. Рахмет сізге. Расында да әнді шырқап жатқан кезде бір түрлі бір маған арналып жатқан сияқты болып, тура солай орындалып, енді өте әдемі орындадыңыз. Және де бұрылған кезде мен ойлаған жоқпын. Жас бала тәуітті ойладыңыз ба? Сондықтан да қуаныштымын. Қош келдіңіз жобаға. Рахмет сіздерге. Менің тобыма, мінекей. Жарайсың, қош келдің деген келеді, бауырым. Жеткізіп айттың, енді сәл одан жаңағы артығырақ жеткізгенде мүмкін бұрылар едім, мен де бұрылғымақ келіп отырды. Бірақ құтты болсын, жобадасың, бауырым. Рахмет сіздерге. Аға, мен де шын жүректен құттықтағым келеді. Мадина қарындасыңыздың тобындасыз. Алдағы кезеңдерде алдыға қарай енді жүре беріңіздер. Рахмет сіздерге, үлкен рахмет. Құттықтаймын. Медеу аға, енді өзіңізді дариға жүрек әндеріңіз тыңдағанда менің жүрегім тебіреніп кетеді. Нағыз лирик екенді көрінді. Рахмет ағасы. Енді Нұреке, өзіңіздің айтқан әндеріңіз, қазақы даусыңыз, домбырамен салған әніңіз
Рахмет. Өте ризамын сізге. Рахмет. Ал Алмаз, інім аға деп атсың ғой, біртүрлі болып болдым. Бағана қызық болды, ана жақта бәрі маған бүйтеді, аға дейді, содан Азамат келіп дейді, сен ақсақалсың дедім бағана. Сонымен ақсақал деген сөз алды. Мен айттым, жігіттер, ең болмаса орын алмасам да сендерге бата беріп кетемін. Жақсы, рахмет сіздерге. Құтты болсын, құттықтаймыз. Мәдина қарындасыңызды бір Мәдина қарындасыңызға келin. Неге жеңбеске? Жеңіске жетеміз. Бауырым, жолдас. Рахмет.